أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Бүгінгі құлшылық тақырыбында намазға ниет ету жайында сөз қозғайтын боламыз. Жалпы намаз оқитын кісі намазды бастамастан алдын қай намаздың оқитындығына іштей ниет етуі шарт. Ал тілмен жеткізу мұстахаб амалына жатады. Сонымен қатар намаз оқушының имамға ұйытындығына да ниет ету шарт. Жалпы намаз пенденің Алла Тағалаға деген құлшылығы, ал сол құлшылықты шынайы ықыласпен орындаудың маңызы өте зор. Ал осыған қол жеткізудің бірден бір жолы іштей ниет ету болып табылады. Хазіреті Омар радиаллаху анхуден келген хадисте Алла Расулі Мұхаммед саллаллаху алейхи әрбір амалдар ниетке байланысты, әркімнің ниетіне қарай беріледі деуі әрбір құлшылықта ниеттің маңызды екендігін білдіреді. Сонымен қатар санақ сахаба Ибн Масудтан келген хадисте намазда ниетті жоғалтпаңыздар деуі намазда ниеттің маңызды екендігін білдіреді. Жалпы имамға ұю деген сөз алдында тұрған имамға тапсыру дегенді білдіреді. Алла Расулі саллаллаху алейхи уассалам хадисінде имам жамағат намазына кепіл. Сондықтан да имам не істесе, сендер де соны қайталаңдар дейді. Олай болса, имамға ұюшы кісі міндетті түрде намазды бастамастан алдын имамға ұйытындығына ниет ету қажет. Құрметті мұсылман бауырлар, әрбір құлшылықтың қабыл болу үшін ниет маңызды әрі шарт. Алла Тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Уахру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин.